Израильдің Иранды бомбалауы дұрыс анау мынау деп отырған жоқпын. Менің көздейтінім бұл оқиғадан қазаққа пайда бар ма жоқ па? Біз соны ойлаймыз. Иран кім? Ресейдің одақтасы. Иран кім? Украинаға қарсы Ресей атып жатқан шахид дрондарын, шахид зымырандарын жасаушы. Иран кім? Қытайға сутегін арзан мұнай қамдаушы. Иран кім? Қытайдың жаңағы 400 миллиард инвестициясын алып, өз елінде жаңағы дрон, зымыран, чип, анау мынау соның бәрін жасап отырушы. Соңғы ақпараттарда Қытайдың чип жасау компаниясы Иранға тіпті чип жасау технологиясына дейін тұтас құрылғысын жаңағы бергендігін, Иранның сол бүкіл дрондарды, шахид дрондары мен зымырандардың барлығын сол Қытайдан алған құрылғымен өздері ары қарай кеңітіп дамытып жасаған чип жасағыштарымен жасағандығын көрсетеді. Яғни Иран төмен деңгейде болса да чип жасайтын технологиясы бар ел. Бұның барлығын қайдан алып отыр? Қытайдан алып отыр. Енді жұртқа тағы бір нәрсені айтайын. Бір ұшағы құлағанмен Американың мұртын балта шапқан жоқ. Ол ұшақты, мысалы, атып түсіретін құрылғыны қараңыз. Қандай құрылғы? Кәдімгі сіз көріп жүрген көшедегі жүк көлігінің үлкендігіндей ғана бір құрылғы болса болды. Оның жылжымайтын түрі бар, жылжитын түрі бар. Оның пойыз рельсіне қойып жүргізетін түрі бар. Тек төбесінде зымыран ататын, кәдімгі зымыран ұшып шығатын құрылғы болса болды. Ал Иранның қазіргі бір видеосы тағы бүкіл дүние жүзін таңырқатып отыр. Себебі олардың негізгі зымыран күшінің барлығын Америка мен Израиль атып жарып тастады. Сондықтан олар өздерінде бір қалған ескі зымырандарын атып, ол зымырандар кәдімгі өз жерінен ұшып шығып, топ-тура доға жасап кеп, мәлім бірнеше километрден кейін басқа жерге түскен. Бүкіл зымыранның құйрығынан шыққан түтіні сол ғарышта кәдімгі доға жасаған. Сол бүкіл видеоға түсіріп, бүкіл Иранның желісінде тарап тұр. Неге? Бұғанға дейін Американың және Еуропаның мамандары алдыңғы жолғы бүкіл қазақтар ақылап үхілеп, ойбай қыздар оқитын жап-жас бастауыш мектепте бәленбай баланың өліміне себеп болды. Америка сөйтіп мектеп балаларын жаңа жас бүлдіршіндер оқитын жерге зымыран атты деп еді. Енді оның сырын кейін ғалымдар әшкерелеген. Иранның өз атқан зымыран өздерінің жеріне түскен деп айтса ешкім мойындамаған. Осы жолы дәлел фактісімен түсті. Тағы да Иранның өз атқан ескі зымыраны, Советтен қалған ескі технология, доға жасап ұшып барып келіп, өз жеріне құлайды. Бұл Қытайда осы уақытқа дейін 10 мәрте болған оқиға. Қытайда Гуанши өлкесінде Тайванға қаратып атқан зымыраны, яғни шығысқа қаратып атқан зымыраны оңтүстікке кетіп, Гуаншидің таулы өлкесіне түскен. Бұның барлығы Қытайдың әскери технологиясының қаншалықты масқара екендігін дәлелдейтін факт болып, осыдан кем дегенде жарты жыл бұрын бүкіл әлеуметтік желідегі ең хит тақырып болған болатын. Ал енді ойлаңдар. Қытай үнемі зымырандарын атқанда мүлде албаты бағытқа кетеді. Неге? Қытайда зымыран технологиясы болғанмен, оны бағыттауыш технологиясы жоқ. Бағыттауыш технологиясын олар соғыстан бұрын Украинадан, соғыстан кейін Ресейден алып жатты. Қытайда тіпті суасты атом сүңгуірге емес технологиясы жоқ. Қытайдың бомбалау ұшағының барлығы Ресейдің миг ұшақтарының көшірмесі. Оған өздерінің қытайлық шұрым-бұрым технологиясын қосқан. Осы жолғы Иран соғысында міне Қытай бомбалау ұшағының атасы деген Қытайдың тұтқындалуы, тағы бірнеше жаңа нағашы атасы, нағашы әжесі дегендердің өз-өзінен сырлы жағдайда өз-өздеріне қол жұмсап өлгендігі осының айқын дәлелі. Ресейде кинжал зымырандар, тағы басқа зымырандарын ойбай қырып жібереді. Аса шұғыл ақпарат. Мен бұл ақпаратты бүкіл халықараға дүйсенбінің таң атыса сала Американың тұтас конгресіне және өзіммен жеке қатынасы бар бүкіл конгрессмендерге, ішінде сенаторлар бар, барлығына жеткіземін. Және Америка конгресіндегі ақш конгресі Қытай ісі жөніндегі арнайы атқарушы комиссияға, және Қытай компартиясымен бәсекелестік туралы ақш конгресінің комиссиясына, және ақш конгресінің Том Лантос адамдық құқықтар жөніндегі комиссиясына, үшеуіне де дүйсенбі күні таңертең кіргіземін. Бұл аса сұмдық оқиға. Бұл шектен шыққан бассыздық, заңсыздық. Бұл заң салтанат құрған мына біздің ғасырымызда жасаған адамдарға мүлде жат оқиға. Атажұрттың азаматтарына, қамауда отырған, уақытша қамауда отырған азаматтарға және үй қамақта отырған азаматтарға биліктің қысымы жасалып жатыр, билік тарапынан. Енді бұл арада мен бұл ақпараттарды былай ашық-ашкере түрде Серікжан Біләшұлы атыменен өзім мойныма жауапкершілікті ала отырып жариялаймын. Бұл Атажұрт азаматтарының Талдықорған қаласында қамауда отырған азаматтарына 3 ер азамат барған. Осы сәуір айының 1-2 күндері сот басталатыннан бұрын олар барған. Өздерінің аты жөндерін айтпаған, таныстырмаған. Бірақ олардың сол қамауда отырған азаматтарға кіруге құқы болған. Және
өздерін Айман Омарованың адамдарымыз деп жариялаған. Біз бұл іске Айман Омарованы адвокат ретінде ешқашан ұсыныс еткен емеспіз, етпейміз де. Себебі 2019 жылғы менің сотым кезінде Айман Омарованың адвокаттық этикаға, заңға қайшы түрде жасаған істері себепті 2019 жылы августтың 16 күнгі сотта мен одан сот залында отырып бас тартқанмын. Себебі ол сотқа адвокаттық этикаға қарсы түрде Серікжан Біләшұлын тағы да бір айға үй қамаққа қамаңыз деп өтініш айтқан адам. Жер шарында ешқандай адвокат өз қорғауындағы адамды тағы бір айға қама деп айтпайды. Екіншіден, сот жабық өтсін деген прокурордың өтінішіне ол бірден келісе салды. Наразылық түсірген жоқ. Тіпті прокурор айтқан куәгерлердің өміріне қауіп төніп тұр деген сөзді, ол аудио қайда дегенде, компакт дегенде сот оны тіпті тыңдаған да жоқ. Кімнің өміріне, қандай қауіп төнді, кімнен қауіп төнді айтқан жоқ. Айман Омарова да оны тыңдаған жоқ, сотты бірден келісе салды жабық өткізуге. Ал Айман Омарованың адамымыз деген бұл үш адам барып, Талдықорғанда қамауда отырған атажұрттың азаматтарына барып қоқаң-лоққы жасаған және белгісіз 3 қағазға ма 4 қағазға белгісіз қағаздарға қол қойғызып алған. Ол қоқаң-лоққы жасағанда кәдімгідей физикалық үркіткен, қорқытқан, отбасыларына дейін атын атап тұрып қауіп төндірген. Егер сендер қол қоймасаңдар, өздерің 15-16 жылға ұзақ мерзімге сотталасыңдар деген. Тіпті бұл барыстарда біздің жекемізге жеткен ақпаратта ол тіпті осы азаматтарды қорғап отырған Шыңғуат Байжановтың атынан неше түрлі жаңағы жаман сөздерді айтқан, яғни Шыңғуат Байжан сендерді қорғай алмайды деген. Қысқасы неше түрлі сұмдық сөз айтқан. Сөйтіп әлгі азаматтарды физикалық деңгейде үркітіп, қорқытып отыр, бала шағаларының өміріне қауіп төнетінін айтып отырып, белгісіз қағаздарға қол қойғызған. Мен бұл арада Қазақстан билігінен, құзырлы мекемелерден, мен Азаттық радиосына мен мына нәрсені талап етемін. Біріншісі, ол азаматтар кім? Қамауда отырған азаматтарға емін-еркін кіріп шығатын ол азаматтар кім? Камераны ашқызу керек. Бұл туралы арнайы іс қозғау керек. Бұл азаматтар қалайша